Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 47-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бірінші есеп. Есептеп Шоқан Уәлихановтың орталық Қазақстан, Тарбағатай және Жетісу өңірлеріне қай жылы экспедиция жасағанын анықта. Шоқан Уәлиханов ағартушы ғалым, көшпелі халықтардың тұрмысы мен мәдениетін зерттеген. Ең бірінші берілген өрнектің мәнін табайық. Сонда бірінші 21-ді 72-ге көбейту керек. Сонда 1512 болады. Және 343-ке 1512-ні қосу керек. Сонда 1855 болады. Олай болса жауабы 1855 жылы экспедиция жасаған екен. Енді есімізде сақтайық, 624-ті 78-ге бөлу керек. Ең бірінші 6-дан қайырып 78-ге бөлейін десем, 6 78-ге жетпейді. Олай болса 62-ден қайырып көремін. 62-ден қайырсам, тағы да 78-ге жетпейді. Олай болса бірден біз 624-ті 78-ге бөлу керекпіз. Енді 624-ті 624-ке толықтыру үшін 78-ге 8-ден береміз. Сонда 78-ді 8-ге көбейтсем 624 болады. 624-тен 624-ті азайтсам 0 болады. Олай болса 624-ті 78-ге бөлсем 8 болады. Енді екінші есеп. Есепте және дұрыстығын тексер. 351-ді 39-ға бөлейік. Бұл жерде 3-тен қайырып 39-ға бөлейін десем, 3 39-ға жетпейді. 35-тен қайырып көрсем, тағы да 39-ға жетпейді. Олай болса біз 351-ден қайыру керекпіз. Сонда осы 351-ді толықтыру үшін 39-ға 9-дан береміз. Сонда 39-ды 9-ға көбейтсем 351 болады. 351-ден 351-ді азайтсам 0 болады. Сонда 351-ді 39-ға бөлсем 9 болады екен. Енді оны тексеру үшін 39-ды 9-ға көбейту керек. Сонда бастапқы 351 шығады. Олай болса 196-ны 28-ге бөлсем 7 болады. Тексеру үшін 28-ді 7-ге қайтадан көбейтемін. Сонда бастапқы 196 шығады. 396-ны 66-ға бөлсем 6 болады. 66-ны 6-ға көбейтсем 396 болады. 553-ті 79-ға бөлсем 7 болады. 79-ды 7-ге көбейтсем 553 болады. 644-ті 92-ге бөлсем 7 болады. 92-ні 7-ге көбейтсем 644 болады. 585-ті 65-ге бөлсем 9 болады. 65-ті 9-ға көбейтсем 585 болады. 288-ді 32-ге бөлсем 9 болады. 32-ні 9-ға көбейтсем 288 болады. 405-ті 45-ге бөлсем 9 болады. 9-ды 45-ге көбейтсем 405 болады. Енді үшінші А есебі. Есептеулерге қара, жазбаны түсіндір. 585-ті 65-ге бөлу керек. Бұл жерде де дәл солай. 5-тен қайырамын жетпейді, 58-ден қайырамын жетпейді. Олай болса бірден 585-тен қайыру керек. Сонда 585-ті 65-ге бөлген кезде 585-ті толықтыратындай санды беру керек. Сонда 65-ке 9-дан беремін. 65-ті 9-ға көбейтсем 585 болады. 585-тен 585-ті азайтсам 0 болады. Сонда 585-ті 65-ке бөлгенде 9 болады екен. Енді 585-нің соңынан 2 нөлді тіркеп 65-ке бөлейік. Сонда тура 9 шығады. Мына соңындағы 2 нөлді тіркеп мұнда келеміз. Сонда 900 бола салады. Енді үшінші А есебі. Түсіндіре отырып есепте. Бірінші 168-ді 24-ке бөліп аламыз. Сонда 7 болады. Және соңындағы 3 нөлді 7-нің соңынан тіркейміз. Сонда 7000 болады. Енді 29200-ді 73-ке бөлу керек. Бірінші 292-ні 73-ке бөліп аламыз. Сонда 4 болады. Соңындағы 2 нөлді әкеліп мұнда тіркейміз. Сонда 400 болады.
Енді 15600-ді 52-ге бөлу керек. Бірінші 156-ны 52-ге бөліп аламыз, сонда 3 болады. Және соңындағы 2 нөлді 3-тің соңынан әкелеміз, 300 болады. Енді 4-ші есеп тапсырманы орында А нұсқасы 1858 жылы маусым айында Шоқан Уәлиханов Қашқарияға саяхат жасап, 1859 жылы сәуір айында Верный қаласына қайтып оралды. Саяхат қанша уақытқа созылды? Маусым деген ай бұл 6-шы ай. Ал сәуір деген ай бұл 4-ші ай. Олай болса, 1859 жыл және 4-ші ай. Одан азайту керек. 1858 жыл 6 айды. Бірінші 1859 жылдан 4 айға 1 жылды берейік. Сонда бұл жерде 1858 жыл қалады. Одан 1858 жылды азайтсам 0 болып қалады да, мұнда 1 жыл 4 ай қалады. Және одан 6 айды азайту керек. Бір жыл 4 ай дегеніміз бұл 16 ай болады. Одан 6 айды азайту керек. Сонда 10 ай болады. Саяхат 10 айға созылған екен. Жауабы 10 ай. Енді есебі қазақстандық географ, тарихшы, этнограф және тілтанушы мамандардан құралған топ 2014 жылы Шоқан Уәлихановтың керуен жолы бойынша экспедициясына Қашқарияға аттанды. Бұл бағдар Шоқан Уәлихановтың экспедициясынан кейін неше жылдан соң жаңғырды. Олай болса, 2014 жылдан Шоқан Уәлиханов экспедиция жасаған жылды азайту керек. 1858 жыл. жыл болады. Жауабы 156 жылдан соң жаңғырды. Енді 5-ші есеп, есепті шығар, оған басқа сұрақ қойып көр және оны шығар. Туристік автобус аялдамаға дейін 72 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат жүрді. Бұл оның барлық жүретін жолының 3/1 бөлігін құрайды. Туристік автобус қандай ары қашықтықты жүріп өтуі тиіс? Сонда бір аялдама мына жер болып тұр, ал бізге мына бір бөлікті анықтау керек. Сонда 72 км/сағатты 5 сағатқа көбейту керек. Бірінші жылдамдықты бірінші уақытқа көбейткен кезде бізде 72 км/сағатты 5 сағатқа көбейту керек. Сонда бірінші аялдама 360 км екен. Енді осындай жолдан үшеуін жүрген екен. Сонда жалпы сын анықтау үшін С1-ді 3-ге көбейту керек. Олай болса, 360 км-ді 3-ге көбейтеміз. Сонда жүруі керек барлық жол 1080 км екен. Жауабы 1080 км. Енді 6-ші есеп, бөліндінің мәнімен қалдықты ата. 75-ті 9-ға бөлген кезде 75-ті толықтыру үшін бірінші 8-ден беру керек. Сонда 8-ге 9-ды көбейтсем 72 болады. Енді 75-тен 72-ні азайтсам 3 қалдық қалады. Олай болса, бөліндінің мәні 8 болады, ал қалдық 3 болады. Енді 725-ті 9-ға бөлу керек. 72-ден қайырсам
8-ден берем. 9-ды 8-ге көбейтсем 72 болады. 72-ден 72-ні азайтам, 0 болады, және 5 түседі. 5 9-ға жетпейді, 1 0-ды беремін. Сонда 80 болады. 80 бұл бөліндінің мәні, ал 5 бұл қалдық. Енді 727-ні 9-ға бөлу керек. Бұл жерде де 72-ден қайырамын. Сонда 8-ден беремін. 72 болады. 72-ден 72-ні азайтсам 0 болады. Және 7-ні түсірем. 7 9-ға жетпейді. Сол себепті 0-ден беру керек. Олай болса 80 бүтін, яғни бұл бөліндінің мәні 7 бұл қалдық. Енді 7-ші есеп. Есепте 3200-ді 47-ге көбейту керек. Бұл жерде 2 0-ды есепке алмай 32-ні 47-ге көбейтіп аламыз. Сонда 1504 болады. Және соңындағы 2 0-ды кейіннен соңына тіркейміз. Сонда 150 400 болады. Олай болса 4300-ді 38-ге көбейтсек 163 400 болады. 5200-ді 34-ге көбейтсем 176 800 болады. 4100-ді 22-ге көбейтсем 90 200 болады. 2700-ді 69-ға көбейтсем 186 300 болады. 2900-ді 92-ге көбейтсем 266 800 болады. 423-ді 460-ға көбейтсем 194 580 болады. 350-ді 890-ға көбейтсем 311 500 болады. Енді 8-ші есеп. Есептер құрастырып, оларды шығар, кері есептер құрастырып көр. Бірінші көлікке байланысты. Оның жылдамдығын 4 км сағат деп алайық. Көліктің жылдамдығын. Және оның жүрген уақытын 2 сағат деп алайық. 2 сағат жүреді. Енді бізге арақашықтықты анықтау керек. Олай болса, арақашықтықты анықтайтын формула жылдамдықты уақытқа көбейту керек. Сонда 4 км сағатты 2 сағатқа көбейтеміз. 8 км болады. Жауабы 8 км. Енді троллейбусқа қарайық, оның жылдамдығын 13 км сағат деп аламыз. Және оның жүрген уақытын 7 сағат деп алайық. Сонда қандай арақашықтықты жүрді анықтау керек? Сонда арақашықтықты анықтайтын формула жылдамдықты уақытқа көбейту керек. Олай болса, 13 км сағатты 7 сағатқа көбейтеміз. Сонда 91 км болады. Жауабы 91 км. Енді адамның жылдамдығына қарайық. Бұл жерде жылдамдықты 5 км деп көрсеткен, және ол 3 сағат жүреді. Сонда қандай арақашықтықта жүреді? Арақашықтықты анықтайтын формула жылдамдықты уақытқа көбейту керек. Сонда 5 км сағатты 3 сағатқа көбейтеміз. 15 км жүреді екен. Жауабы 15 км. Енді ұшақтың жылдамдығы ол өте жылдам, сол себепті 100 км сағатты алайық. Мына жерде 100 км сағат болуы керек. Ал 6 сағат ұшады деп алайық уақытын. Сонда 6 сағатта қандай арақашықтықты ұшады? Сонда арақашықтықты анықтайтын формула жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Сонда 100 км сағатты 6 сағатқа көбейтеміз. 600 км ұшады екен. Жауабы 600 км. Енді велосипедшінің жылдамдығын алайық. 18 км сағат. Ол 2-ден 1 сағат ұшады дейік. Сонда 30 минут ұшады. Олай болса, қандай арақашықтықта жүреді анықтау керек? Арақашықтықты анықтайтын формула жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Сонда
18 км сағатты 2-ден 1 сағатқа көбейткенде 9 км болады. 18-ді 2-ге бөлу керек. Сонда 9 км. Енді 9-шы есеп, ойлан және жауап бер. Әлияның әжесі 60 жаста. Оның жасы Әлияның әкесінің жасынан 2 есе үлкен. Сонда әкесі 30 жаста болып тұр, иә? Қазір Әлия 10 жаста. Оның жасы әкесінің жасынан неше есе кіші? Олай болса, бірінші әкесінің жасын анықтайық. 60 жасты 2-ге бөлу керек. Себебі әжесі 2 есе үлкен. Сонда әкесі 30 жаста екен. Бұл әкесінің жасы. Ал Әлия әкесінің жасынан неше есе кіші дейді. Сонда 30-ды 10 жасқа бөлу керек. Әлия 10 жаста. Сонда 3 есе кіші екен. Жауабы 3 есе кіші. Енді 10-шы есеп, есепте және дұрыстығын тексер. 518-ді 74-ке бөлсем 7 болады. Ал оны тексерсем, 74-ті 7-ге көбейту керек, 518 болады. 345-ті 69-ға бөлсем 5 болады. Оны тексерсем, бастапқы 345 шығады. 464-ті 58-ге бөлсем 8 болады. Оны 58-ге 8-ді көбейтіп тексеремін, сонда 464 болады. Енді 3450-ді 69-ға бөлсем 50 болады. 69-ды 50-ге көбейтсем 3450 болады. 51600-ді 86-ға бөлсем 600 болады. 86-ны 600-ге көбейтсем 51600 болады. 38800-ді 97-ге бөлсем 400 болады. 97-ні 400-ге көбейтсем 38800 болады. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.